Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mabhathu al-thalithu, üçüncü mabhas. Kitabatul hadithi, hadis jazuğa katısты. Wa dabtuhu, hadisi dabtitu. Wa tasnifu fihi fil hadis. Hadisке қатысты, hadis haqqısında жалпы tasnif. Еңбектердің жазылуы, оны қалай жазады, қандай есімдер беріледі деген сияқты. Хукму китабатил хадиси, хадисті жазудың үкімі. Ихталафа салафу мина сахабати ва табиин, сахабалардан болған, табииндерден болған салаф ғалымдар таласқа түсті. Фи китабатил хадиси, хадистің жазылуына қатысты. Ала ақуалин, бірнеше сөздерге таласқа түсті. Бірнеше сөздер бар екен. Факарихаха ба'духу, факариха макрух деді. Ханы китабатил хадиске жібереміз. Хадисті жазуды макрух деді. Макрух санады. Ба'духум, олардың кейбіреулері. Минхумен, олардың кейбіреулерінен болғандар. Ибн Умар мысалы, Ибн Мас'уд, Зайд бин Сабит секілді үлкен сахабалар бұны макрух деп айтқан екен да. Вабахаха ба'духум, абаха мубах етті. Ханы китабаға жібереміз жағадай. Хадисті жазуды мубах етті. Ба'духум, олардың кейбіреулері. Минхум, олардан Абдуллах бин Амр, Анас, Умар бин Абдул Азиз, аксару сахабалардың көпшілігі бұны мубах деп айтқан. Сүмма әжмәу, сосын олар бір ауыздан келісті. Бa'да залик, осыдан кейін, осындай талас тартыстан кейін бір ауызға келісті. Ала жауазиха, хадисті жазудың жайыздығына бір ауыздан келісті. Ва залал хилафу, талас тартыс кетті. Басында талас тартысқа түскен, бірақ кейіннен барып баршасы бір ауыздан келіскен екен. Валау, егер мені лам юдауанил хадису, хадис жазылмаса, жалпы юдауан дейін жазылмаса, фил кутуби, кітаптарға жазылмаса, ла доа ден жоғалатын еді, дая болатын еді, жоғалатын еді. Фил асар мутаахира, кейінгі заманда ол дая болып жоғалып кетер еді. Өйткені кейінгі ғасырларда хадис жаттайтындар өте аз. Бұрынғы замандағыдай тек қана жаттап алып жүре алмайды қазір ешкім. Ла сияма, әсіресе фи асрина, біздің заманымызда. Өйткені біздің заманымызда хадис жаттау өте қиын. Бұрынғы замандағыдай бір зейін жоқ қазір, мысалы біріншіден. Екіншіден бұрынғыдай хадисті жаттап алып, бір-бірінің арасында жүретін адам жоқ қазір. Қазір бәрі жазылған демекші да. Сол үшін де жазылу деген нәрсе дұрыс болды демекші. Сабабул ихтилафи, енді ихтилафтың себебі. Фи хукми китабатихи, хадисті жазудың үкіміне таласқа түскен еді. Басында болады деп айтты, болмайды деп айтты мысалы. Соның себебі не? Ва сабабул хилафи, хилафтың себебі. Фи хукми китабатихи, хадисті жазудың үкіміндегі бір таластың себебі ол былай екен. Аннаху варадат ахадису, мен хадистер келді. Мутааридотун, бір-біріне қарама-қайшы болған хадистер келді. Не десе, фил ибахати ван нахи, мубах деуде жазу рұқсат етілген және жазу тыйым салынған деген секілді бір-біріне қарама-қайшы болған хадистер келді. Фаминха, мен сол хадистерден хадисун нахи, бірінші нахи хадистері. Пайғамбарымыз хадис жазудан тыйған басында. Сол жайында хадистер. Ма раваху муслимун, имам Муслим жеткізген хадисі. Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама қал, Аллахның елшісі былай деп айтты. Ла тактубу анни, менен жазбаңдар. Менен шыққан нәрсені хадисті жазбаңдар деген. Ла тактубу, жазбаңдар, анни, менен жазбаңдар деген. Ва ман катаба анни, кімде-кім менен жазса, ғайрал Құр'ан, Құраннан өзгесін жазған болса, фәлиямхуху, оны өшірсін деп айтқан. Осыны хадиске сүйене отыра, сахабалардың кейбіреулері хадис жазудан тыйған. Екінші хадисул ибаха, ибах хадистерде бар. Рұқсат бергенде бір хадистер бар. Ма ахраджахул Бухари, имам Бухари жеткізген хадис. Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама қал, Аллахның елшісі айтты. Уктубу ли аби шахин, уктубу хадисті жазыңдар. Жалпы уктубу жазыңдар. Ли аби шахин, аби шахтың хадисін жазыңдар мағынасында. Абу Шах жеткізген хадисті жазыңдар деген сөз. Ва хунака ахадису ухра, ол жақта жалпы басқа да хадистер бар. Фи ибахатил китабати,
хадисті жазуды мубах еткендігіне қатысты басқа да хадистер бар. Минха сол хадистерден әл-изну мен изн рұқсат беруі. Абдуллах бин Амр рұқсат беру. Бекитабатл хадис жазу менен. Пайғамбарымыз Абдуллаға мысалы хадис жазу рұқсат берген. Деген секілді көптеген хадистер бар деп айтамыз. Әл-жаму енді жинау арасын. Бір хадисте келді, жазбаңдар деп. Екіншісінде жазыңдар деген сияқты сөздер келді. Осы хадистердің арасын жинап былай түсінеді екенбіз да. Әл-жаму жинау байна ахадиси ибахати ва байна ахадиси нахи. Ибаха мен нахи хадистердің арасын жинау. Лақады жама'ал уламау, ғалымдар жинады. Байна ахадиси нахи хадистері мен ва байна ахадиси ибаха хадистердің арасын жинады. Ала уджухин бірнеше уәжіттерді. Жинаған кездерде баршасы бір ауыздан осындай себептен де келіспеген да. Бірнеше себептерге жинаған екен. Осылай түсінсек болады, мына себеппен деген сияқты. Ала уджухин деген осы бірнеше түрге жинады. Минха осы уджухтардан былай. Қала ба'духум ғалымдардың кейбіреулері айтты. Әл-изну бил китабати, әл-изну рұқсат беру бил китабати жазу менен. Пайғамбарымыз жазыңдар деген секілді рұқсат берді ғой. Сол рұқсат беру лиман кім үшін? Хифа қорқылған кісі үшін. Нисянуху лил хадис, хадисті ұмытып қалуы. Хадисті ұмытып қалуы қорқылған кісі үшін пайғамбарымыз оған жазу рұқсат берген. Ұмыт қалма деген секілді. Ва нахи болса хадисті жазба деп тиым келуі лиман кім үшін десе, аминан нисяна ұмытудан аман болған кісі үшін. Пайғамбарымыз білген мысалы, кімнің зейіні қандай, кім бұл нәрсеге жақынырақ, кімнің қолы бос деген секілді ғой, кім өлімге арнаған өзін дегендей. Сондай кісілерге мысалы жазба деп тиым салған. Ал ұмытып қалу мүмкін болған кісілерге жазып ал деп рұқсат берген дейді. Ва нахиді айттық, ұмытып қалудан аман болған кісілер үшін, және уахифа алейхи, уахифа қорқылған кісі үшін. Алейхи ол кісінің зиянына қорқылған. Не істеу десе, иттикалух ол кісінің сүйеніп қалуынан. Алал хатти мен хатқа жазған нәрсесіне, иза катабайға жазатын болса, жазған нәрсесіне сүйенетті, хадисті жаттамай қояды деп бір қорққан болса, оған да жазба деп әмір еткен дейді. Вақара ба'духум ғалымдардың кейбіреулер айтты. Бұл бірінші себеп, хадистердің арасын жинап түсінуіміздегі. Енді екінші бір себеп былай екен. Жа'ан нахи келді. Хадисті жазба деген нәрсе келді. Хина хифа мен қорқылған кезде ихтилатул хадис, хадистің араласып кетуі, біл Құран менен, хадис мен Құран араласып кетпесін деген ниетпен басында тыйған. Сүмма жа'ал изну сосын рұқсат келді, біл китабати хадис жазу менен. Қай кезде? Хина умина залика бұл нәрседен аман болған кезде. Құран деген нәрсе жазылды, жатталынды, айқын білінді, осы кезде жазумен рұқсат берген демекші. Ва ала хадин осыған, осы екінші көзқарасқа қарай отыра, якуну нахи пайғамбарымыздың хадисті жазбаңдар деген тыйымы мансух болды, үкімі жойылып кетті оның білде. Бұл жерде негізі тарихы сүнна деген бір жеке бір бап бар, жеке бір сабақ бар негізі. Күллия бірінші курсында оқығанбыз, тарихы сүнна деген жеке кітаптар бар, сүннеттің тарихы деген. Сол жерде бұл мәселені терең кіреді. Бірінші кімдер жазды, немесе кімдерге жазба деп айтты деп сол жерде бір арнайы бір кітап бар. Егер кім қызықса сол кітапқа қайтса болады. Өйткені бұл жерде қысқа нұсқа бір айтып өткен. Мұсаниф ол доктор, енді ол жерде докторлар жазған. Көптеген кітаптар бар, сол бір доктор жазған да оны.